Баршаңызға сәлем. Сізбен бірге Айнұр. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай сүттен жасалатын құймақтың рецептімен бөлісемін. Бір жасағанның өзінен өте жұмсақ, кестелі орамал сияқты өте әдемі, ең бастысы дәмді болып шығады. Егер де бұл рецепт қызық болса, видеоның соңына дейін көріңіздер. Ал енді бастайық. Бізге қажетті ингредиенттер: 2 жұмыртқа, 2 ас қасық қант, жарты ас қасық тұз, 300 грамм ұн, 300 мл сүт, 1 кружка қайнаған су, және де 3 ас қасық сұйық май. Жасау процесіне көшейік. 2 жұмыртқа жарамыз, 2 ас қасық қант саламыз, жарты ас қасық тұз саламыз, жайлап көпіршік пайда болғанша араластырамыз. Одан кейін 300 грамм ұнды 3-ке бөліп саламыз. Міндетті түрде 53-тен өткізу керек. Сонда құймамыз өте жұмсақ болып шығады. 300 мл сүтті де 3-ке бөліп құйсаңыз болады, немесе бірден құйсаңыз да болады. Мен 3-ке бөліп құйдым. Сода, разрыхлитель мүлдем қоспаймыз. 3 ас қасық сұйық майды қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Іртік болмау керек. Ыстық суды 3-ке бөліп құямыз, өйткені басқа ингредиенттер суық. Жақсылап араластырамыз, қоспамыз біркелкі болғанша. Дайын болған қоспамыз сәл сұйықтау болады. Егер сұйық болып кетсе, ұн қоссаңыз болады, қою болып кетсе, ыстық су қоссаңыз болады. Сковородканы орташа отқа қоямыз, жақсылап тұрып қыздырып аламыз, бір-ақ рет май жағамыз, өстіп пісіре береміз. Кестелі орамал секілді әдемі көрінеді. Құймақ өте тез піседі. Осы каналымда аптасына 2 рет жаңа рецептпен бөлісемін. Таба жақсы қызып тұрса, өстіп құймақтарымыз өте тез піседі. Бұл рецепттің бір жақсысы, бір жасағанның өзінен ақ сәтті шығады. Сондықтан бұл рецептпен жасап көріңіздер. Құймақтың арасына өстіп сарымай жағып отыру керек, сонда дәмді болады және жабыспайды. Барлық қажетті ингредиенттерді видеоның астына қалдырамын. Барлық құймақ дайын болды. 16 құймақ шықты. Көріп тұрғандарыңызда өте әдемі болып шығады. Егер осы видеодағы рецепт бойынша жасасаңыздар, комментария жазып, лайк басып, тіркеліп кетсеңіздер, өте қуанышты болар едім. Айнұрмен бірге болып, видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін үлкен рахмет. Ас болсын, сау болыңыздар.